19 ғасырға дейін Европада адам сенгісіз жабайылық орын алды. Фильмдерде көрсететін керемет дүниелерді ұмытыңыз, шындық біраз ащылау. Bir қызығы сол кездері Европалық өмірдің барлық теріс жақтарына кінәлі ол шіркеу, католик шіркеуі. Антикалық уақытта гигиенаға үлкен мән берілген. Мысалға Рим империясының өзінде мыңдаған моншалар жұмыс жасаған. Христиандар билікке келе сала, моншалардың барлығын жаптырып тастады. Олар денені жууға күмәнмен қараған. Суық суға түссең, тоңасың, ауырасың. Ал ыстық моншаға түсуді қалта көтермейді. Өйткені отын қымбат. Инквизицияның өзіне адамдарды өртегенге отын жетпей қалады. Сол үшін орта ғасырда өртеу жазасын төрт тағандау, кейіннен дөңгелектеу жазаларына алмастырған. Испания патшайымы Изабелла Кастильдік өзінің айтуынша, ол өмірінде небәрі 2 рет қана жуынған. Дүниеге келгенде және тұрмысқа шыққанда. Француз корольдарының бірі биттеп көз жұмған. Папа Климент V дизентериядан, Папа Климент VII және король Филипп II қышымадан өлген. Герцог Норфолк дінді алға тартып жуынудан бас тартады. Оның денесін қотырмен ірің басып кеткен. Оның малайлары герцогтың масайғанын пайдаланып, әзер дегенде жуындырып алған. 15-17 ғасырларда бақуатты қалалықтар жарты жыл сайын бір рет болсын жуынған. Ал 17-18 ғасырларда олар ванна қабылдауды мүлдем қойған. Француз королі Людовик XIV өмірінде тек 2 рет жуынған. Оның өзінде дәрігерлердің айтуымен ғана. Жуынудың оған ұнамағаны соншалық, кейіннен жуыну десе, оның төбе шашы тік тұратын болған. Сол христиандық кезеңдерде денені күту күнә саналған. Христиандық уағыздаушылар халыққа жуынбай, жұлым-жұлым жүріңдер, тек солай ғана рухани тазаланасыңдар дейтін. Жуынбауға тағы бір себеп шоқынған кездегі қасиетті суды денеден кетіріп алмау. Сол үшін адамдар жылдар бойы жуынбай, судың не екенін білмейтін. Адамдардың судан алшақтағаны соншалық, дәрігер Бильц өз кітабында халықты жуынуға шақырған, ал оның сөзін ешкім елемеген. Қазіргі кезде көпшілік үшін айнымас атрибутқа айналған бір нәрсе бар. Ол әтір. Еуропалықтар оны еріккеннен не ішіп пысқаннан ойлап тапқан жоқ. Әтірді ойлап табудағы ең басты мақсат монша көрмеген денеден бөлінетін сасық иісті бүркемелеу. Ал дәретхана дегеніміз еуропалықтар үшін терезенің алды болған. Өркениеттің антикалық кезеңін ұмытқан адамдар табиғи қажеттіліктерін кез келген жерде өтеуді шығарған. Мысалға сарайдың баспалдағында немесе қамалдың ішінде. Француздық король қамалдың жаман иісінен үнемі қамалдан қамал ауыстырып отырған. Француз королі Людовик IX көшеде келе жатқанда төбесінен нәжіс толған ыдыс құлайды. Осыдан бастап лас қалдықтарды алдын ала 3 рет сақтан деп айғалағаннан кейін ғана лақтыруға рұқсат берілген. Шамамен 17 ғасырда басты нәжістен қорғау үшін арнайы шляпалар ойлап табылған. Канализацияның не екенін сол кезде әлі білмеген европалық қалаларда биік қорғаныс дуалдары мен су толы ор болған. Нәжісті әлгі орға лақтыратын еді. Францияда қала дуалдарының сыртындағы нәжістің толғаны соншалық дуалды биіктетуге тура келеді. Еуропалық археологтардың мәліметі бойынша орта ғасырлық рыцарлардың түрі мынадай болған. Рыцарлардың бойы көбіне 1,60 сантиметрден аспайтын. Халық ол кезде қысқа бойлы болған. Бұл сабаздың жуынбаған қырынбаған бетінен шешек ауруының ізі қалған. Дулығаның астында сірке мен бит басқан шашты байқауға болады. Мұндай серіні сүйу тұрмақ ханымдарға жанында тұрудың өзі ауыр сынақ болатын. Тісті әрине ешкім тазаламайтын. Рыцарлардың көпшілігі қышқыл сыра ішіп, оған қоса сарымсақ жейтін еді. Тәуліктеп сауытпен жүретін рыцарлар оны өзі шеше алмайтын. Сауытты киіп шешудің өзі 1 сағаттай уақыт алады. Әрине сол себепті рыцар табиғи қажеттіліктерін сол кезде сауыттың ішіне өтеуге мәжбүр болады. Көптеген тарихшылар таңғалған. Салахаддиннің әскерлері христиан қосындарын қалайша оңай тауып алатын? Жауабы өте оңай. Мүңкіген сасық иістен тапқан. Испанияда орта ғасырда әйелдер биттен қорғану үшін шашын сарымсақпен сүртетін. Христиандықтар мысық атаулының көзін жойғаннан кейін бүкіл Еуропада егеуқұйрық қаптап, оба ауруын таратты. Обаның кесірінен Еуропаның жартысы қырылып қалды. Осының нәтижесінде бұрын болмаған егеуқұйрық аулаушы мамандығы пайда болды. Шіркеу мен инквизиция егеуқұйрықты басқара алатын адамдар әзәзілдеп егеуқұйрық аулаушыларды тұтқындап көзін құртып отырған. Бұл обаның одан әрі тарауына себеп болды. Орта ғасырлық Еуропада биттер саясатқа араласатын болған. Қалай дейсіз ғой? Швецияның Гурденбург қаласында биттер қала әкімін сайлауға қатысатын.
Әкімдікке тек қалың сақалды адамдар үміткер болған. Үміткерлер дөңгелек үстелге отырады да сақалдарын үстелге тигізеді. Арнайы адам келіп, үстелдің ортасына битті тастайды. Әлгі бит кімнің сақалына бірінші барса, сол әкім болып сайланатын еді. Гигиенаға салғырт қарау Еуропаны тым ауыр зардапқа ұшыратты. 14 ғасырда обадан Франция халқының 1/3 бөлігі, Англия мен Италияның жартысынан астамы қырылды. Сол кездері медициналық көмектің өзі тым қатыгез болатын, әсіресе хирургия. Мысалға, аяқ не қолды кесіп тастау үшін ең алдымен науқасты басынан ауыр ағаш балғамен ұрып талдыратын болған. Жараларды қыздырылған темірмен, ыстық сумен, қайнаған қара маймен күйдірген. Сифилис те кең тараған аурудың бірі болатын. Газер есімді адамның айтуынша, сифилистің салдарынан адамның бетіне, басына ештеңе өспейді. Сол себепті ер адамдар өзінің сау екенін білдірту үшін ұзын шаш пен қалың сақал өсіретін. Ал өсіре алмағандары парик деген нәрсені ойлап тапты. Сифилиске ұшыраған адамдар көп болғандықтан, парик сұранысқа ие бола бастады. Кейіннен парик кию сәнге айналды. Осымен видео өз мәресіне жетті. Лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше.